Марат аға, неге сіз бенен сөйлескен қаридарлардың 90% еш ойланбастан есік сатып алады? Негізі бұндай сырларды ашкаралап болмайды. Мейлі бүгін бұл туралы сіздерге айтып беремін. Мен әлбетте қаридарлармен сөйлескенде тикарғы 3 сатқа этибар қаратамын. Бірінші қаридар келген кезде әлбетте қаридардың өтәжілігін үйреніп аламын. Оның мысалы үшін қандай үйге құра жақ, мысалы үшін жер жайға құра жақ па, таза салынған үйге құра жақ па, тазадан ремонтлай жақ па, екі болмасам домға құра жақ па, әрбір детальға шекем өтәжілігін сұрап біліп аламын. Екіншімен ол қаридардың әлбетте қандай дизайнда ремонт етіп жатқанларын сұрап аламын. Мәселен, new классика ремонт ете жақ па, классика ремонт ете жақ па, екі болмасам хай-тек вариантқа жақ па, екі болмасам просто обой жапсырып қоя жақ па, солардың бәрін жақсылап сұрап аламын. Үшіншімен қаридарлармен сөйлесу барысында одан білдірместен қаридардың бюджетлерін біліп аламын. Мәселен, ол жерге қандай пұл тігіп жатқанын, екі болмасам неше сомлық есік алу керек екенін есеп қойып жатқанларын හැмесін үйреніп сұрап біліп аламын. Содан кейін мен қандай жерге есік құрып жатқанын білгеннен кейін, қандай ремонт етіп жатқанын білгеннен кейін, бюджетін білгеннен кейін клиентке 3 түрлі есікті көрсетемін. Бұларға кетіп жатқан қандай краскасы кетеді, қандай минеті кетеді, қандай материалдардан пайдаланамыз, һәм қандай басқышлардан өтетінін толық түсіндіргеннен кейін мен сол бюджетіне мас есікті ұсыныс етемін. 80% клиент осы жерде сатып алатын болады. Ал қалған 20% қаридарларымыз болса, бюджетіне қарап, оған арзанлау есік керек болады. Сол уақытта мен арзанлау қай жерде сапалау есік бар екенін ұсыныс етіп көрсетемін. Һәм олардың көпшілік уақытта ярымы бізге бірнеше айдан қайтып келеді. Себебі біздер оларға толық мағлұмат бергеніміз үшін олар біздерден қорықпай сатып ала алады. Егер де сізге әділ бағада сапалы есік керек болса, Кушмак компаниясына müracaat етің. Кушмак есіклері ешқашан сізді ұялтырып қоймайды.